Insan дүнияға келгеннен баслап, өмірден өз орнын табу үшін күні түні тынбай жуырып жортады. Шексіз арманлар оны биік шоққыларға қарай талпындырады. Сол талпыныспенен арман шоққыларына жеткен адамдар бақытлы адамдар. Бұндай талпынулар әммеде болуы мүмкін. Бірақ бұл әсіресе нанынан минеті ауыр, мәнзілінің шегі жоқ, дөретуші инсандарға тән қасиет. Қуатбай Әбдірейімовтің кіндік қаны тамып туылған маканы Мойнақ қаласы. Ол дәуірде аралдың ақ баслы толқынларында балық ойнап, халықтың ырысқал несібесі толып тасып тұрған дәуірі еді. Онда теңіз толқынлары босағаға ұрып, Мойнақ қаласының көшелерінде адамлардың қайықпенен жүретін күндері көп болған. Ол жыллары бұл жерлер Арал теңізінің ұлтаны еді. Бұл жерде үлкен порт болған. Портқа әр тараптан келіп кетіп атырған кемелер есап сансыз. Олардың ізі үзілместей түйілер еді. Ташкент қаласында Қарақалпақ әдебиеті һәм көркем өнерінің бірінші декадасын өткеру үшін 1956 жылы қызғын даярлық басыланды. Оған жәрдемге Ташкенттен шебер ойыншы, тәжірибелі балетмейстер Лиза ханым Петросова келеді. Ол келуден-ақ талантлы Қарақалпақ жастарын таңлайды. Сол таңланғанлардың арасында Қуатбай Әбдірейімов та бар еді. Народный артист республики Юлдаш Шарипов исполняет ариатовский танец «Лесли». Сахна өнеріне деген ықылас оны Ташкент мемлекеттік театр көркем өнері институтына оқуға алып келді. Қуатбай Әбдірейімов институтты біткеріп келіп, театр өміріне құлшына араласып кетті. Һәм ол сол күндерден басылып-ақ Қарақалпақ театрын рауажланған театрлар қатарына қосуды арман етті. Сондықтан ол тек актер болып қалмай, режиссер болуды да өз алдына мақсат етіп қойды. Репертуар театр келбеті. Қуатбай Әбдірейімов жергілікті драматургтердің шығармалары менен бір қатарда классикалық шығармаларды да сахналастыруға бел байлады. Сол ниетіменен ол Шекспирдің Отелло спектаклін сахналастырды. Спектакльдегі Отелло образын бірінші болып өзі жаратты. Бұл
Қарақалпақ сахна өнері тарихындағы үлкен бұрылыс болды. Тоқта! Сен не демекшісің? Қызғаншақлықпенен өмірді мұдам ойлайсаң ба мені өткереді деп? Ой-ақ! Ондайдың кішкене ұшқынын сезсем, дәрхал аламан кегімді. Ал мен сенің мына арзымас ойларың үшін еркімді берсем, бір теке орнына алмастыр мені. Хақиқат, жүда көззал менің хаялым. Еркін жүру, ойын, бәзім, қосықты, сон шелі сүйеді жан тәніменен. Ойың сол болса қызғаныш емес, тазалық бар жерде, әммесі таза. Адамман, шырайы һәм сымбаттан жүда. Лекін бұл ойымда күмән тудырмас, маған тиген уақытта бар еді көзі. Яқ, Яго, күмәннің да күмәні бар. Зәрре себеп болса ондай күмәнға, бір парша жүректі таслайман жұлып. Қуатбай Абдыримов тек қана театр өнеріменен шекленіп қалмай, кино әлеміне де батыл қадем қойған бірінші қарақалпақ актерларынан. Ол өзбек фильм, қазақ фильм, Мосфильм һәм тағы да басқа республикалардың киностудияларында суретке алынған. Бірнеше фильмлерде әрқилы рөлдерде қатынасты. Оның фильмлердегі жаратқан образлары талантлы актер һәм кинорежиссерлардың назеріне түсті. Олар менен дөретушілік жұмысларда пікірлес һәм жақын дос болды. Сондай достарының бірі Асаналы Ашимов. Әр елдің бір Қуатбай сияқты ардагер азаматтары болады. Елін қай жерде жүрсе де жақсы жағынан таныстырып жүретін осындай азаматы бар елдің келешегі үлкен ғой деп өнеге қалдыратындай ортан қолды азаматтар болады. Соның бірі менің Қуатбай досым. Өнеріміз бірге бастады. Өнерде жүріп, өнерді жақсы бастаған азаматтар әр уақытта қай жерде болмас, қай ортада болмас, мінезі, құлқы, адамгершілігі жоғары болады. Сондықтан да қазір енді біраз жасқа келдік. Кейде ойланып артымызға қарағанда не істедік, не қойдық, қандай жақсылықтар болды, қандай жерден қателестік деп былай мөлшерлеп қарағанда істеген ісіміздің, әрекетіміздің дұрыс келе жатқанын мен Қуатбай арқылы, сол сияқты достарым арқылы сеземін. болса, абыдамен қалқысыз кешек. Өнер адамларының, ұлыма дөретуші инсанлардың жұмысы еш уақытта ада болмайды. Дәуір менен тең қадем таслау үшін мұдамы ізлену, тынымсыз минет етуді талап етеді. Оғым, қызың ер жетіп қалды ғой ақыры.
Қара базарда еледе ашынарлы, жеңілі болып еледе сол жүрегің сөйлесін де, тамақ емес, ерін емес, жүрегің сөйлесін. Неге ертерек ойланбадың? Қызым, ұлың жер жетті ғой ақыр. Қане? Басылай берің қане? Жаңағы эпизод қой, Марияш, Алеш. Жаңағы эпизод. Соның бір басын алың қане көрейік. Мен келің апа, ауқатасы күтіп отырамын. Яқшы. Мекені қайтамын. Мені көргенім жоқ. Даусынан тануға сөйлемедім. Стоп. Алеш, Марияш, мына авансценаға жақынырақ келіңші, авансценаға жақынырақ келің. Қарапсың, телефонда. Ау, апа. Қалай аман отырсыздар ма? Ағамның денсаулығы яқшы, болады, яқшы. Кеште әмме келің. Ауқатасы күтіп отырамын. Тұртынды қой. Қарайын көзіне қара. Қой, Дауран, қой деймен саған. Мен екенін қайықтан білдің? Мені көргенің жоқ. Даусынан тануға сөйлемедім, Сенің ең жаман әдетіңсі. Адамның артынан келіп құшақлап, сүйесең. Меннен басқа ешкім өтпей ме? Я. Қыз! Қыз! Яқшы, апа, яқшы. Оқысқанам оған жағып тұрыпты әзір. Мен екенін қайықтан білдің? Мені көргенің жоқ. Даусынан тануға сөйлемедім. Сенің ең жаман әдетіңсі. Адамның артынан келіп құшақлап, сүйесең. Меннен басқа ешкім өтпей ме? Я. Байың не? Ол сенде шыдамсыз емес. Әзірім шыдамай тұрман. Адамның артынан келіп құшақлайсың. Меннен басқа ешкім өтпей ме? Байың не? Сен ағамның жорасысың, я? Ава? Сен біздің үйден доз іштің, я? Ава? Пу! Харама! Шыдамсыз емес. Әзірім шыдамай тұрман, Назлым. Дауран. Қой, онанда отырып шай ішейік, біреу келіп қалып басқара. Назлым, шаңдыдым, шағынып кеттім. Келгенің кеше ғой. Nerede mi? Ташкенттегі бір ай жетпеді ме? Мінекей Қуатбай Әбдіремов табиғи талант һәм кітаби таланттардан бар адам. Бұның бірден бір дәлел ретінде сол жылдары театральный институтты жаңа біткеріп келген жігіт өзі бір көп болса 3-4 рөл ойнаған, көп жыл елі театрда істеген жоқ. Шекспирге оның қадем қоюы, Шекспирге жүрек өтуі, сол жүрген актерлардың ішінен Ягоны табуы, мысалға Досберген Рандтан Ягоны шығаруы, сонша қарақалпақ қыздарының арасынан ізлеп жүріп, Жәдігерованы Дездемона қылып сахнаға алып шығуы, бұл үлкен мәртілік, үлкен талант, үлкен театр көркем өнеріне үлкен сүйушілік деп білемін мен. Мен Қуатбай ағаменен өзімнің жазған 2 спектакльімді істестім. Сонда режиссермен істесу, драматургтың режиссермен істесу бұл һәм үлкен минет. Бұл үлкен ауызбіршілікке, бір-біреумен жақсы қарым-қатынасқа, бір-біреуді өзіне сай біліп, сыйластықлы болып, істесуге байланыслы болады. Бір режиссердің тұсында
дүркін актерлар қалыптасады. Көркемлік жақтан құнлы шыққан спектакльлердің сахналық өмірі ұзын болып, ондағы образлардың атқарылуы әулеттен әулетқа несіп етеді. Бұл саған барлық хаяллардың атынан үпілас. Клементина? Yaşa Gerastrat, aman bola. Aldığına Efes malikasının özleri kelipti. Onun hazili buyuruptu. Hazil tausıldı Gerastrat. Енді сенің менен сөйлесе тұғын қапым жоқ. Не үшін? Саған менің бір жерім шақпай қалды ма? Құллардың да патшадай болғысы келеді. Бірақ олар бәрібір құл болып қала береді. Герострат, сен арзымаған бір саудагерсің. Соның үшін сенің дәрежең өз тайпаңнан артық емес. Түсінбедім. Түсінбегенің дұрыс. Себебі саған атанаңнан қалған мирас болып қалған пәмнің өзі келте. Бірақ мен сені не үшін ібадатханаға от бергеніңді білмеймін. Бәлкім кайып үстінде білмей от берген болу мүмкін. Мойныңа ал, солай ма? Түсінбедім. Азырақ көзіңді бас, Клементина. Не айтып атқаныңды түсінсем адам емеспен. Азырақ есімді жинап алайын. Енді түсіндім. Әммесін түсіндім. Ох, Клементина, мен сені жанымда жақсы көремен. Ақымақ. Бір 1985 жылы Ибраим Юсуповтың Мәңгі бұлақ деген пьесасын Қуатбай аға қолына алды. Менің Ташкент театр институтын бітіріп келген жылым еді. Ол пьесадағы бас қаһарман Искендер Зұлқарнайын, яғни Александр Македонский. Сол рөлді маған Қуатбай аға тапсырды, жазып ал інімсін ойнайсың деді. Бір жағынан қуандым, бір жағынан қорқтым. Себебі бұны дүние жүзі халқылар біледі, Искендер Зұлқарнайынның кім екенін. Қуатбай аға, бұл рөл менен шығар ма екен? Мен бұл рөлді тартылар ма екен десем, інім, мен сенен бұл образды көріп тұрман деді. Әне осы бір ауыз сөзі маған жүдәбір деме болды. Міне бұл образлардан басқа Қуатбай аға менен бір қанша спектакльлерде бірге іслесіп, көп қана образларды жараттым. Солардың ішінде мысалға халқымыздың әдеулі перзенті, белгілі батыры
театр рухи хазине болу менен бір қатарда халықлар достығын бекемлеуде де үлкен әхметке ие. Солықтан біздің театрымыз өз республикамыздан тысқары басқа республикаларда да гастроль күндерін өткізіп, халқымыздың бай мәдениетін, милли үрп әдетлерін, талантлы өнер шеберлерін мақтаныш етіп көрсетеді. Бахадыр аға, қап сіздің келетұғыныңызды білгендей. Қуатбай Абдыримов театр тарауында да, кино саласында да көзге көрінген талант иесі. Қарақалпақ фильм киностудиясында суретке алынған танкі фильмінде бас қаһарман образын атқаруы бұның айқын дәлелі. Екіншіден бері өз көлгенде бермей жүрмедім. Мен оған айттым. Эксквардың орнына комбайн ал дедім. Ой, інімей, маған салы оруға емес, шапқасуға керек. Мырзабай аға, еркек кісі қатынды тек бала туған үшін амайды. Қатын бала да туады, кір де жуады, сиыр да сауады. Сол айтқанда біздің комбайн керек болса сенің салмадан қыса береді. Есі бар оның. Жаңа едім, маған сол экскватын бере берсе. Бопты Мырзабай аға. Бахадыр аға келгеннен кейін көп болуы мүмкін емес. Бахадыр Қал шашын ағартып кетер.